Сәлем достар, менің есімім Айолым, сіздермен бірге қазақша СММ. Бүгін сіздермен біз профильдің шапкасы жайлы сөйлесетін боламыз. Инстаграм өмірімнің айнасы, екі баланың бақытты анасы, ең үздік жардың ең үздік әйелі. Сіздің шапкаңыз сіздің істеп жатқан ісіңізді толық көрсету керек. Сіз жайлы емес, сіздің блогыңыз жайлы жазылу керек. Өзіңіздің жеткен жетістіктеріңізді, айналысатын істеріңізді, беретін пайдаңызды шапкаңызға толық сыйдырыңыз. Ол жаққа бүкіл айналысатын ісіңізді жазудың қажеті жоқ. Де эксперттік блог болатын болса, қандай эксперт, қай салада, қанша отзывтары бар, қанша адамды оқытты, қанша адамға көмектесті, қанша адамның өмірін өзгертті деген секілді. Соның барлығын жазып қою керек. Дәл қазір тапсырма 40-30 шақты өзіңізге ұнайтын шапканың профилін скриншоттап, соның арасынан сізге қатты ұнайтын сөйлемдердің тізімін жазу. Соның арасынан ең жақсыларын таңдап, оларды өңдеп, өз шапкаңызға жазу. Сәттілік!